Аллаға шүкір, анамыздың 80 жасында ұрпағы міне төбеге көкке көтеріп жатыр. Ортада анамыз, міне қаншайым. Жақсылап көтерейік, қуат болмай, байқайық. Міне, нағыз бақыт отбасының бірі ортада. Рахмет. Байқасаңыздар, төртеуі прям күшін құртып тұрып көтерді, мына кісі көтерген жоқ. Мына кісі көтерген жоқ, мен байқап қалдым. Бұл кісі енді өзі көтереді. Ойнап айтып, мына кісі ойлап кетті кәдімгі. Ал енді, апа, көңіл күйіңіз қалай, жақсарды ма? 5 балаңызға да ризасыз ба? Қыздарыңызға ризасыз ба? Тамаша. Ал ананың қадірін айтайын. Анаға деген ықыласты санаға салып байқайын. 9 ай болған көтерге, мехнат тартқан түтіннен, еңбегінде еңірге, зират қылып сенсаң, кем емес құбыла мекеннен. Құйрық шайрап бай берген, онтақтау жерден жай көрген, аналардың қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Баршамыз бас иеміз анамызға, аналар ақыл берер санамызға. Дүниені төрт әлемнен іздесең де, анадан артық анам табымызға деген екен. Сондықтан да осындай жаңа ананың табанының астында демекші, бір қолымен әлемді, бір қолымен бес тербететін керемет аналар, сіздер де аналар, сізден кейінгілер де аналар. Сондықтан да ең басты аналардың разылығы болса, еркектің табысы да өзі де өседі деп ойлаймын. Сондықтан да ең идеальный мықты отбасының бірі мен үшін сіздер болып қалдыңыздар. Тарихта қалатын сәт ол бүгін. Сондықтан да осы тарихи сәт сіздер үшін әрдайым ұмытылмас күндердің бірі болсын.